Hi everyone, I'm Mrs. Madina and today we're going to talk about greeting. If you are ready, let's start. Сәлем, достар, сіздермен бірге миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінде амандасудың бірнеше жолдарын қарастыратын боламыз. Егер сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Барлығымыз білетіндей, ағылшын тілінде сәлем немесе привет дегеніміз ол hi or hello. Hi or hello. Және егер біреудің жағдайын сұрайтын болсаңыз, ең көп қолданылатын фраза бұл how are you? How are you дегеніміз қалайсың деген мағынада. Жағдайым жақсы, рахмет дегенімізді көбінесе I'm fine, thanks деп айтамыз, я. Егер осы фразалардан сіз кішкене жалыққан болсаңыз, я, кішкене қалайсың, жақсымын деген нәрсені кішкене түрлендіріп айтқыңыз келсе, онда бұл видео сіз үшін. Ал бастайық. Ең бірінші біз қалайсың деген сөзді кішкене түрлендіріп айтатын боламыз. Ең біріншісі what's up. Өзіміз WhatsApp желісін қолданамыз ғой, сол үшін бұл сөз сіздер тез жаттап алады деп ойлаймын. What's up? What's up? Жалпы бұл егер сіз құрбыларыңызбен, достарыңызбен, өзіңіздің құрдастарыңызға айтатын жақсы фраза. What's up? Жалпы, қалайсың не? Деген сияқты кішкене грубый мағынада what's up? Келесі тіркес how are you doing? Немесе how do you do? How are you doing? Немесе how do you do? Бұл жалпы сенің хал жағдайың қалай болып жатыр деген мағынада. How are you doing? Келесі сөз are you all right? Are you all right? Сенде барлығы дұрыс па? Сенде барлығы жақсы ма деген тіркесті біз are you all right деп айтамыз. Келесі сөз how have you been? Осы сөзді, осы тіркесті естісем, маған бір өлең есіме түседі. How have you been, деген. Білмеймін, Рианнаның өлеңі ғой деймін, қателеспесем. How have you been? Жалпы сенің хал жағдайың қалай? How have you been? Келесі сөз how is it going? How is it going? Сенің жағдайың қалай жүріп жатыр? How is it going? Келесі сөз what's going on? What's going on? Жалпы what's going on деген бұл что происходит, не болып жатыр, не жаңалық деген. Және ең соңғы сөз how was your day? Жалпы сенің күнің қалай өтіп жатыр, қалай өтті? How was your day? Ал енді осы сұрақтың барлығына жауап айтып көрейік, я? Ең бірінші сөз бізде болған what's up? Қалайсың е? What's up? Бұған жауап ретінде I'm good, I'm okay. Менде барлығы жақсы деп жауап берсеңіз болады. Екіншісі how are you doing? Что у тебя происходит? Хал жағдайың қалай болып жатыр? How are you doing? I'm doing pretty good. Немесе I'm doing well. I'm doing pretty good. Немесе I'm doing well. Менде барлығы жақсы, в норме деген сөз. Сұрақ бізде are you all right? Are you all right? Сенде барлығы дұрыс па? Yes, I'm great. Yes, I'm great. Я, менде барлығы тамаша. Төртінші сұрақ өлең ретінде айтқан бағана. How have you been? How have you been? Сенің жағдайың қалай болып жатыр? I've been better. I've been better деген бывало и лучше деген сөз. Менде бұдан да жақсысы болған етін бұрын, қазір нормально. Бесінші сұрақ how is it going? Just the usual. Just the usual. Әдеттегідей. What's going on? What's going on деген көбінесе негізі не жаңалық деген ретінде қолданылады. Бұған ешқандай жаңалық жоқ десеңіз nothing much. What's going on? Nothing much. Және жетінші сұрақ ол how was your day? How was your day? Сенің күнің қалай өтті? Not bad немесе not good өзіңіздің қалауыңша жауап берсеңіз болады. Осымен біздің сабақ тәмам. Егер бұл сабақ сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Goodbye.